Таиландтық сарбаздар жағажайда физикалық дайындықтан өтіп жатқанда, капрал Мек өзінің сүйіктісі Пенге үйлену туралы ұсыныс жасайды. Бірақ олардың мазасын балықшы алады. Ол өздеріне қарай көптеген қару-жарағы бар үлкен кемелердің жүзіп келе жатқанын көрген. Қорғанысқа дайындықпен шұғыл мобилизация басталады. Ол кезде олар жапондардың алғашқы шабуыл кезінде ішінде құбыжықтары бар қораптарды ала келетінін білмеген еді. Тірі қалғандар қаша бастады, бірақ құбыжықтар оларды тез қуып жетіп, көзін жойды. Бір жігіт батпаққа түсіп кетті. Ол құтқарудан үміттеніп қолын созды, бірақ оны да осындай аянышты тағдыр күтіп тұр еді. Соңында Таиланд үкіметі қаруды тастап, жаңа бұйрықтарды күтуге бұйрық берді. Мәселе енді жапондардың өздері де өз қаруын тоқтата алмай қалды. Олардың топтары аумақты тінтіп жатыр, бірақ құбыжықтармен кездескен сайын жеңіліске ұшырайды. Мек қыраған ауылдың үстінен түседі. Тұзақтардың бірінде ол қарулас досын көріп көмектеспекші болады, бірақ ол әлдеқашан құбыжыққа айналып кеткен екен. Мек шұңқырдан шығуға тырысады, бірақ зомбы оның аяғынан ұстап алады. Есесіне Мек жанып жатқан таяқты алып үлгерді. Бір ұшқын зомбилердің лап етіп, жануына жеткілікті болды. Сәлден соң Мек базаға оралып, болған жағдайды баяндады. Сонымен қатар, бір инфекция жұқтырған адам есін жия алды. Оның түйсігі жаңа деңгейге көтерілді. Басында басқа құбыжықтармен бірге ауылға шабуыл жасағаны туралы естеліктер пайда болады. Не болып жатыр өзі? Осыған дейін жапон ғалымдары вирустың екі нұсқасын жасап шығарған еді. Біріншісі тікелей шабуылға шығатын ақылсыз құбыжықтарды жасаса, екіншісі олардың ойлауына мүмкіндік беретін. Қателік салдарынан шабуыл кезінде бірінші нұсқа жіберілген. Есін жыған Мок қыраған ауылдан ағасы Мектің бойтұмарын тауып алып жылай бастайды. Бірақ бірнеше минуттан кейін оны ашу қысады, демек ол өзін тым ұзақ бақылауда ұстай алмайды. Мек те ағасын іздеп, госпитальдағы адамдарды тексереді. Онда оның әйелі пен жұмыс істейді. Шабуылдан бір күн бұрын Мок қаладан қашпақ болған, бірақ басқа сарбаз Моктың алдыңғы шепте соғысқанын айтады. Мек сарбазға ағасын соңғы рет көрген жерге апаруды бұйырады. Бірақ оларды офицер тоқтатып, соңынан еруді бұйырады. Офицерлер бөлмесінде зомбилердің пайда болуына себепші болған қателік жіберген жапон сарбаздары өз-өздерін жояды. Жапон ғалымдары шабуыл кезінде кездейсоқ бірінші типтегі биологиялық қаруды жіберіп алғандарын түсіндіреді. Енді оларға бұл індеттің осы аумақтан тыс жерге жайылмауы үшін бірігу керек. Оның үстіне барлық құбыжықтарды өлтірмей, тірідей ұстауға бұйрық беріледі. Олар сөйлесіп жатқанда зомбилер жаңа аумақтарды басып алады. Мок құбыжық болғысы келмей, өзін жоюға тырысады, бірақ оның денесі өздігінен жануды тудырады. Кенет бір зомбы Мокқа жүгіріп келіп, өртті өшіруге көмектеседі. Мок үңгірде есін жияды. Айналаны кезіп жүріп, ол эмоцияны сезіне алатын зомбиді көреді. Ол өз әйелін көреді. Әйелі онымен қоштасқаннан кейін жапондық құрып кетеді, ыдырап кетеді. Бұл Мокты қатты таңғалдырады. Тазалау тобы зомбилердің изімен келе жатыр. Олардың командирі зомбилердің әлсіздігін біледі. Олар қанның иісін сезеді. Осылайша оларды джунглиден шығарып, ұстауға болады. Зомбилерді базаға жеткізді. Ғалымдар оларды зертте есекеледі. Бұл бекер емес, өйткені бірінші үлгі мутацияға ұшырап, енді жұқпалы топтың бір бөлігі сөйлесуді үйренген. Олар құбыжыққа айналғанға дейінгі өмірлерін талқылайды. Сонымен бірге, капитан олардың физикалық тұрғыдан күшті болуы мүмкін екенін, бірақ ақыл-ойы әлсіз екенін айтады. Соңында олар бір-бірін жеп қояды. Мұны дәлелдеу үшін жапон сарбаздары зомбидің әкесін өлтіреді, бірақ құбыжық оларға шабуыл жасаудың орнына оны жей бастайды. Олардағы эмоциялық ұшқындар аштықпен бәсекелесе алмайды. Бір топ зомбы өз ауылдарына оралып, жаңа өмір бастауды ұсынады. Бірақ олар ауылға жақындағанда аштық жеңіп кетеді. Тұрғындар арасында зомби сақтың отбасы болады, олар оны таниды. Кішкентай қыз әкесіне жақындағысы келеді, ол жақындап бара жатқанда тазалау тобы оны ұстамақ болып, байқаусызда отбасын жойып жібереді. Зомбы ашуға минеді. Шуға басқа зомбилер жиналады. Тазалау тобы шығынға ұшырай бастайды. Есесіне, ағайындылар бір-бірін табады. Мок олардың ағасын көкесін жұқтырмау үшін Мек оқ жаудырады. Мок бауырына шабуыл жасағысы келмей қашуға тырысады. Бірақ алдында құз болды. Мок тоқтап, Мекке оны итеріп жіберуге мүмкіндік береді. Алайда осы сәтте вирус Мокты толықтай жаулап алып, оған адам айтқысыз күш береді.
Жаңа күн туды. Мэг зомбиге айналды. Жапондар бұл оқиғаның бүкіл әлемге жария болуынан қорқады. Ал өздігінен жануға келетін болсақ, ол жайдан жай болған жоқ. Бұл қауіпті жоюға арналған сақтандырғыш еді. Бірақ басқа мәселе бар. Енді олар қанша жаңа құрбанды жұқтырып үлгеретінін білмейді. Зомби бұл жай қарудан да артық нәрсе. Егер бәрі бақылаудан шықса, адамзат оларды жеңе алмайды. Мәселені шешу үшін жапондар зомбилердің барлық туыстарын жинайды. Олар Тай тарапының жоғары қолбасшылығына бұл адамдарды жоятын, ал құжаттарда соғыс құрбандары деп көрсететінін ескертеді. Мок басқа зомбилер тығылып жатқан үңгірге оралады. Бірақ олар тыйылмайтын аштықтың кесірінен бір-біріне шабуыл жасап, толықтай ақылдан адасқан. Мок бәрін тыныштандыруға тырысады, бірақ қолынан ештеңе келмейді. Содан кейін Мэг пайда болады. Оның айқайы зомбилердің оған бас июіне жетеді. Енді олардың бір ортақ жауы бар: жапон сарбаздары. Сәлден соң жапондар олардың отбасыларын джунглиге жойға алып бара жатқанда зомбилер пайда болады. Олар сарбаздардың көзін жояды, бірақ отбасыларына көмектесу мүмкін емес еді. Мэг бұл жағдайда оларды да зомбиге айналдыру керек деп шешеді. Алайда мұның бәрі тұзақ еді. Жапырақтардың арасынан тор көтеріледі. Жапон сарбазы торды жауып тастауы керек еді. Әрине, біз бұл жерде төбесі жоқ екенін ескермей ақ қояйық, бірақ сонда да сарбазды тістеп алады және ол бірден құбыжыққа айналады. Торлар құлады. Зомбилер жан-жаққа қашып, сарбаздарға шабуыл жасай бастайды. Тазалау капитаны бірнеше граната лақтырады. Жарылыс шаң көтеріп, зомбилерге шегінуге мүмкіндік береді. Бұл капитанды таңғалдырады. Мок ағасынан Пенге неге бұлай істегенін сұрайды. Оған өлген жақсы еді. Мэг: мұны мен емес, жапондар істеді, олар бұл үшін өтеуі керек, деп жауап береді. Мэг жауларын да өздері сияқты құбыжықтарға айналдыру үшін барлық зомбилерді біріктіреді. Мок келіспейді. Бұл тек олар сияқтылардың санын көбейтеді. Кейбір зомбилер Мокты қолдайды. Сол үшін Мэг олардың көзін жояды. Пен бүлікшілерді қорғауға тырысты. Алайда Мэг тоқтауға тырысқанда жоқ. Тек оның көз алдынан бақытты өмірлерінің сәттері өтіп жатты. Мок ағасын жынды деп атайды, бірақ ол енді мүлдем басқа адам еді. Осы уақытта капитан лагерге оралып, бірінші кезекте ғалымды өлтіреді және оның блокнотын алып келуді бұйырады. Жаңа күн туды. Мок өз отбасымен кездесіп, жойылып кетуге, еруге дайындалады. Бірақ ең соңғы сәтте ол тоқтайды, өйткені ол ағасын тоқтатуы керек. Капитан ғалымның блокнотын зерттеп, зомбилердің оттан қорқатыны туралы нұсқау табады. Капитан өз адамдарының отшашарлармен огнемет қаруланғанын қалайды. Сәлден соң 3 зомби жапон жасағын үңгірге алдап кіргізеді. Бұл анық тұзақ еді. Зомбилер сарбаздардың үңгірдің тереңіне кіруін күтеді, содан кейін орда ішкелап қояды. Қырғын басталады. Қараңғылық пен тар кеңістіктің кесірінен жапондар шығынға ұшырайды. Отшашаршылар құбыжықтарды қуып жібереді, сарбаздар олардың соңынан жүгіріп, тағы бір тұзаққа түседі. Сарбаздар тар туннелде тұрып қалып, сонда көздері жойылады. Тек капитан ғана тірі қалды, ол балшыққа жағылып, жермен бірдей болып көрінбей қалды. Рас, сәтсіздікке орай бір жарық қоңыз светлячок пайда болып, зомбилерге оның қайда тығылып жатқанын көрсетіп береді. Барлық жапондар жұқтырылғаннан кейін, Мэг өз армиясын шабуылға бастайды, бірақ жолды отшашар ұстаған Мок бөгейді. Мэг ағасының не істемекші болғанын түсінеді. Ол онымен қоштасып, жұқтырылған жапондардың үстіне секіреді. Жанармай таусылғанда Мэг те оттың ішіне жүгіріп кіреді. Осымен фильм аяқталады.